Византия империясы, яғни Шығыс Рим империясы мен Сасанидтер империясының арасындағы соңғы Иран-Византия соғысы 602-628 жылдар аралығын қамтып, сұрапыл соғыс жалпы 26 жылға созылды. Тарихшылар мұны 7 ғасырдың дүниежүзілік соғысы деп атады. Алғашқы соғыс 591 жылы аяқталды, яғни император Маврикий Иранды заңсыз көтеріліспен жаулап алған Бахрам Чубиннан билікті Шахиншах Хасров екіншіге қайтаруға жәрдем береді. Сонымен арада бейбітшілік орнайды. Ал 602 жылы әскери қолбасшы Фоки бастаған көтеріліс нәтижесінде Маврикий қайтыс болады дағы қолбасшы Фоки император атанады. Өз кезегінде Хасров екінші кек алу мақсатында Фокиға қарсы соғыс ашады. Соғыстың алғашқы кезеңі парсылар үшін тиімді болып, Византияның көптеген жерлерін басып алады. Византиялықтар ойсырата жеңіледі. Сосын 610 жылы Ираклий бірінші Византия тағына отырады. Парсылар 614 жылы Сирия мен Палестинаны, ал 617 жылы Египет пен Ливияны жаулап алады. Дегенмен Ираклийдің ұтымды соғыс қимылынан парсылар қорғануға мәжбүр болады. Соңғы шешуші шайқас 626 жылы Константинополь түбінде болады да парсылар жеңіледі. Сонан соң 627 жылдың соңында Ираклий парсылардың мемлекетіне басып кіріп, қарсыласын ендігі әрі бас көтере алмайтындай жеңеді. Сонымен соғыс 26 жылға созылып, 628 жылдың басында біржолата тоқтайды. Бұл аят пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, 615-616 жылдары түсірілді. Сол жылдары Византия империясы жеңілістен көз ашпай, қиын қыстау кезеңдерді бастан өткерді. Мұсылмандар римдіктердің жеңілісіне қынжылды. Себебі оларға рухани тұрғыдан зороастриялық сенімдегі парсылардан гөрі христиандар жақын еді. Ал Меккелік мүшриктер парсылардың жеңісіне қуанды. Себебі Иса пайғамбардың, оған Алла разы болсын, ізін жалғастырушы Мұхаммед пайғамбарымыздың да, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, әкелген дінінің күйрегені деп түсінді. Сол ғасырдағы ең ұлы екі империяның соғысын бүкіл әлем бақылап отырды. Өз кезегінде барлығы Византия толығымен жеңілді деп ойлағанда, пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, уахи түсіп, парсылардың қуанышы ұзаққа созылмайтыны туралы хабарланады. Көп ұзамай бұл уәде алдағы 10 жыл ішінде орындалды. Византия жеңіске жетті. Сонымен қатар 624 жылы мұсылмандар
меккелік мүшриктерді Бадыр соғысында жеңді. Сонда Құранның бір ғана аяты 4 халықтың болашағын айтып, және 2 ұлы империяның тағдырын шешті. Мұның барлығы Құранның Құдайы кітап екендігін дәлелдеді.